Өтірікті сендіріп айтудың өзі өнер деген сөзді статистика бюросы тура мағынасында түсінетіндей көрінеді бізге. Статистиктердің ресми мәліметін оқысаң, Қазақстанда орташа жалақы Европаны өкшелеп алған, ал жұмыссыздық көрсеткіші бойынша Скандинавия елдерінен еш кем түспейміз. Дәл қазір қазақстандықтардың ең басты проблемасы азық-түлік бағасының шарықтауы. Қымбатшылық қарапайым халықты алқымдап тұр. Бірақ ұлттық статистика бюросы 10 жұмыртқа 490 теңге, айранның литрі 390 теңге, пияз 182 теңге, ал қияр мен қызанақ бағасы 1000 теңгенің көлемінде дейді. Оған қоса статистика бюросының мәліметінше 2023 жылдың наурыз айында азық-түлік бағасы шамамен тек 21%-ке өсіпті. Шындығында мәселе одан әрі ушығып тұр. Кеше бүкіл аймақ бойынша Аманат партиясының мониторингтік топтары азық-түлік бағаларының өскенін анықтап отыр. Нәтижесінде пияздың бағасы 350 теңге, қияр мен қызанақ 1600 теңге, ал жұмыртқаның бағасы 600 теңге. Яғни статистика мәліметінде көрсетілген бағалардың 1,5-2 есеге дейін 70-100%-ке өскені байқалады. Рас, қазір дүкенге баруға қорқасын, баға күн санап өсуде. Мысалы, 3 адамнан тұратын отбасы бір апталық тамағына ең кемі 40-50 мың теңгенің арасында ақша жұмсайды. Екіншіден, ресми мәліметке сүйенсек, Қазақстандағы орташа жалақы 339 мың теңгені құрайды. Халықтың жан басына шаққандағы табысы 160 мың теңгені құрап отыр. Бұл статистика мәліметтер. Шынын айту керек, бұл цифрларға қарапайым халық сенбейді. Ең төменгі жалақы 70 мың теңгені құрайтын қоғамда орта жалақы одан 5 есеге көп болуы мүмкін емес. Оған қоса, осыдан 1 жыл бұрын мемлекет басшысы халқымыздың жартысының айлық табысы 50 мың теңгеден аспайтынын көрсеткен болатын. Яғни инфляцияның өсуі, экономикалық рисктердің артуы жағдайында аталған кедей халық табысы күрт артты дегенге ешкім сенбейді. Үшіншіден, соңғы 3 жыл бойы ұлттық статистика бюросы Қазақстандағы халықтың небәрі 4,9%, яғни 450 мың адам жұмыссыз деп келеді. Сондай-ақ ресми дерек бойынша жастар арасындағы жұмыссыздардың саны шамамен 80 мың адамды құрайды. Шындығына келетін болсақ, осы жастар топтарындағы жұмыс істемейтін, тіпті оқымайтын НИТ санатындағы жастардың саны 380 мыңды, ал өзін-өзі жұмыспен қамтитын жас азаматтардың, яғни тұрақты табысы жоқ жастардың саны 300 мыңнан асып жағылады. Сонда тек жас азаматтардың кемі 750 мыңы жұмыссыздар қатарында. Бұл ресми статистикалық көрсеткіштен 10 есеге көп. Жалпы үкіметтің шешім қабылдарда жіберетін басты кемшілігі жалған статистиканы пайдалануы. Статистиканың елдегі нақты ақпарат пен шынайы көрсеткіштердің бет бейнесі болуы тиіс.